Сәлем достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бауырсағымыз өте керемет, сырты хрустящий, жұп-жұмсақ, жеп-жеңіл болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен табағымызға ыстықтау суымызды құйып аламыз. 1 шай қасық тұз салып, тұзын ертеміз. Біраз қасық қаймақ қосамыз. Біраз қасық сары май қосып, сары майымызды кішкене ғана ертіп аламыз. 1 шай қасық дрожь салып, жақсылап араластырып, 2 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 2 минуттай тұрды, араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнымыз електен өтілген болу керек. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз прям жұмсақ болу керек, яғни қолға жабысатындай сұйықтау болу керек. Сонда бауырсағымыз керемет шығады. Осындай болу керек. Кейін ұнмен икемдеп қамырымызды жайып аламыз. Кішкене ғана сұйық май құямыз. Мен бауырсақты адамдардың көлеміне қарай жасаймын. 1 тарелкадай шығатындай жасаймын. Сіздер адамдардың көлеміне қарай өздеріңіз көбейтіп жасасаңыздар болады. Кейін 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды, осындай сұйық, жұмсақ болып шығу керек. Енді мұны ұнмен икемдеп қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз міндетті түрде осылай шығу керек, сонда бауырсағымыз керемет жұмсақ болып шығады. Қамырды бауырсаққа қалыңдау етіп жаю керек, сонда бауырсақтарымыз көтеріліп, әдемі болып шығады. Егерде жіңішке ғып, жұқа етіп жайып қойсаңыздар, бауырсақтарымыз көтерілмей қатып қалуы мүмкін. Бұл қамырды нанға да, сосиска в тесте және тағы басқа да нелерге, пирожки дегендерге де қолдансаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Кез келген затпен осылай дөңгелектеп шықсаңыздар болады. Мен осылай кішкентай дөңгелектеп жасаймын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрышты, 3 бұрышты етіп жасасаңыздар болады. Болғаннан кейін негізінде 5-10 минутқа бетін жауып қойсаңыздар да болады. Қамырдың үстінен қоймасаңыздар да болады. Бетін жауып сразу қуыра берсеңіздер де болады. Мен сразу қуырдым. Қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып алдым. Көтеріліп, әдемі болып шығады. Осылай сарғайған кезде екінші бетіне аударып, әдемелеп пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай көтеріліп, әдемі болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздердің де бауырсақтарыңыз керемет болып шығады. Дәмін енді айта алмаймын, ерекше дәм. Яғни сырты хрустящий, жұмсақ, жеп-жеңіл. Бұл жердегі басты
қағида қамырымыздың жұмсақ болып иленуінде, яғни қолға жабысатындай сұйық етіп илеу керек. Бұл міндетті. Сонда осындай әдемі болып көтеріліп шығады бауырсақтарымыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмін ерекше, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды да қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.